Құрметті студенттер, аман саусыңдар. Бүгін бізде практикалық сабақ болады. Тақырыбы сутегі атомның модельдері. Жұмыс өте қызық, бірнеше мақсат қоюға болады, бірнеше практикалық сабақ жүргізуге болады. Ең басты айтайын дегенім, бізде теория тұрғыдан біз кванттық механикада танысып өтеміз. Ашық жүйелер физикасында да танысып өтеміз сутегі атоммен. Негізі сутегі атомы Менделеев кестесінде универсал элементінде алынады, сондықтан көптеген зертханалық жұмыстар сутегі атомға байланысты. Сутегі атомның бүгін модельдарын бірнешеуін қарастыруға болады. Шрёдингер моделі, Бор моделі, Плам-Паддинг деген моделі, Пудинг моделі, Бильярд моделі, болжайтын бірнеше модельдарды қарастыруға болады. Мысалы, біз қарастыра аламыз бұл практикалық сабақты бір толқын ұзындығын алып, мысалы, біз 400 нанометр мен 800 нанометрдің аралығындағы толқын ұзындықтарының бірнешеуіне тоқтауға, сол толқын ұзындықтарда осы модельдердің бәрін қарастырып, жинақтап, кестеге мониторинг, анализ жасауға болады. Бірақ толқын ұзындығын алып, сол толқын ұзындықта барлық жерде модельдерді қарауға болады. Немесе керісінше бір модельді сутегі атомның әртүрлі толқын ұзындықтарында қарауға болады. Сонымен қызық. Бұл жерде бір айтып кететінім, сутегі атомның модельдерін біз компьютерлік модельдеу ретінде, виртуал зертханалық жұмыс ретінде практикалық сабақты қарастыра отырғанда, қызығы бізде 3D моделі де бар бұл жерде. Өте көрініске де экранға жақсы суретпен, экранмен қарастырып, сосын бірнеше физикалық жаңа алдында айтып кеткен шамаларды, ол мысалы кванттық сандарды өзгертуге болады. Біз білеміз, кванттық сандар Бор мен Шрёдингердің екеуінің ортасындағы модельдерді салыстырсақ, кванттық сандар бізде 4-еу, бірақ біз негізінде сутегі атом үшін негізгі кванттық санды аламыз, енді орбитал кванттық санды аламыз, магниттік кванттық санды аламыз. Сонда біз жерде айтайын дегенім, осы жерде Бор моделі мен Шрёдингер моделін қарағанда кванттық сандары бір-бірімен айырмашылық береді, сондықтан сутегі атомның моделі де өзгеріп отырады. Мысалы, біз айтамыз, эллипс түрінде электрондар қозғалып болады орбита бойынша, немесе дөңгелек ретінде қозғалып отырады. Бұл жерде 3D көріністі де көруге болады. Бірнеше өздеріңе қарағанда қызық болып көрінеді, осының бәрін істеп көріп, практикалық сабақты жасай отыра, бір толқын ұзындығын алып, бірнеше модельдерді сутегі атомның көріп, скриншот жасауға болады. Немесе сіздер бұл жерде толқын ұзындығын өзгертіп, бірақ модельді тоже әртүрлі көріністе қарап отырып, тағы да скриншот жасауға болады. Скриншотты жасағанда бізде скорості электрондардың, протондардың, нейтрондардың өзгертуге болады. Скриншотты асықпай жасасаңдар, баяу жасауға болады. Протондар, электрондар, нейтрондардың ағындарын, жылдамдығын етуге болады. Спектр өлшеуіш фотондар элементтерінің имитацияларын қарап, ағындарын қарауға болады, мысалы. Енді бұл жерде мысал келтіруге болады. Бұл жерде білеміз, толқын жұтқыш ұзындықтарын көрсетеді. Бұл жерде көрсетуге болады, толқын ұзындықтарын, жұтқыш ұзындықтарын көрсетіп отырсақ, мені өзгертіп отыр, көрсетіп отыр мені. Экранда көріп отырсыңдар.
атом сутегі атомның моделі өзгеріп, міне электрон пушкасының байланысты. Мына жерде міне біз 400 нанометр мен 800 нанометрдің орталығында болатын толқын ұзындықтарын көрсете отыра, біз сутегі атомның моделінің мына жерде электрондар, протондар, нейтрондарды көріп отыруға болады. Міне 3D көрінісін көріп отырсыңдар мына жерде. Жерде бірнеше модельдар бар. Жаңа алдында атомды мысалы біз экспериментпен салыстыруымыз керек. Экспериментті нақты біз негізіне аламыз да, қалған модельдарды сутегін атомды болжап, әртүрлі осы толқын ұзындықтармен, сосын толқын жұтқыш ұзындықтарының өзгертіп отырып, көріп, экспериментпен салыстырып істеуге болады. Сосын скриншотпен сендер оны түсіресіңдер да, сосын экспериментте нақты негізгі болатын сутегі атомның моделімен, кванттық сандарының берілуімен, әрі қарай сосын толқын жұтқыш ұзындықтары өзгерген, модель өзгерген, кванттық сандарының өзгергенін бәрін скриншотпен түсіріп, практикалық сабақтың соңында бәрін тіркеп көрсетулеріңізге болады. Сондықтан соны қорытынды жасасыңдар. Сендердің осы құралмен виртуал түрде практикалық сабақта сутегі атомның модельдері әртүрлі физикалық шамаларды мына жерде жұмысқа байланысты өзгерте отыра, салыстырып, мониторинг жасап, анализ жасап, скриншот жасап, эксперименттегі сутегі атомның моделімен сендер жасаған әртүрлі сутегі атомның модельдерін жасай отыра, көре отыра, салыстырып, анализ, мониторинг жасайсыңдар. Қорытындылай келгенде, сол өздерінің жасаған практикалық сабақтарын скриншоттармен өзгерткен физикалық шамаларының бәрін нәтижесінде жазып, кесте түрінде, график түрінде, модель түрінде көрсетесіңдер. Сау болыңдар.